Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер? Бүгін мен сіздерге осындай бір тапқыр жігіттер мен ақылды қыздар атты осындай интеллектуалды ойынмен таныстырамын. Ойынның атауы осындай: тапқыр жігіттер мен ақылды қыздар деп аталады. Енді осы ойынды бірінші таныстырып өтейін. 12 слайдтан тұрады, бар болғаны 10 сұраққа дайындалған. Енді осы ойынды бір ойнап көрейік сіздермен. Мен мына жерде жазып қойғанмын логикалық сұрақтарды. Қазір ашып көрсетіп, ойынды бастау үшін мына жерде барлығы редактировать істейді. Бұл жерде былай, енді PowerPoint-ты білетін болсаңыздар, мынау кнопкалар бұл жерде істемейді. Біз тек қана показать слайдпен ашқан кезде істейді. Жоғары жағында показать слайдқа басамын. Показ слайдов. Осы жерден сначала деп ашамын. Енді ойынды бастау үшін бастау деген батырмаға басамыз. Бұл жерде бастауға бастым. Одан кейін мына жерде яшықтар тұр, 5 сұрақ, мына жерде 5 сұрақ 10 болады. Төменде яшықтар таңдаңыз. Ал бізде видео. Бір рет бассам, осылай басталады. Ол тоқтамай кете береді, тоқтай тұрады. Енді бір рет басқан кезде тоқтайды. Міне, 10-ға тоқтады. Тағы да бір рет көрсетейін. Міне, кез келгенде тоқтауы мүмкін. Мынадан басамын, міне. 1-ге тоқтайды. 9, 1. Одан кейін тағы 2, осындай тоқтай береді. Яғни мына жерден басып, осылай таңдайды. 9-ға тура келді ме, кейін 9-шы сұрақты ашамын. 9-шы яшыққа басамын. Өзі судан шығады, бірақ судан қорқады. Бұл не дейді? Мұз, қар, тұз дейді. Мен мына жерде мысалы бір қате вариантты басып көрейін. Мұз. Қате жауап басаңыз осылай шығады. Дұрыс жауап, тұз мысалы. Осылай дұрыс болады. Одан кейін мына батырмаға бассақ, осы жерге қайтады. Ашқан яшығымыз осылай қызыл түсті болып өзгереді. Келесі бізде 8-ші яшық. 8-ді ашамыз. Суда қандай тас болмайды дейді. Мына жерде уақыт бар, оны да көрсетіп өтейін. Бұл жердегі уақыт бұл 10 секунд. 10 секунд болса 20 секунд болу керек. 10 секунд болу керек. Қателеспесем 10 секунд. Қазір көрсетемін онда. Уақыт өткеннен кейін жауап беріп, яғни қиын сұрақты пайдалануға болады. Суда қандай тас болмайды. Енді келесі. Мына жерден басамыз тағы да. Бізге келді. Бірінші яшық ашамыз. Ашық ыдыстағы су неге азаяды дейді. Өкінішке келді. Төгіліп кетсе буланады. Дұрыс. Келесі. 9-ды аштық. 5-ті ашамыз. Осындай сұрақ, дұрыс жауабы 7-ші сұрақты ашып көрсетейін. Енді осы ойынды мен былай түсіндірейін. Мына жерде мысалы логикалық сұрақтар дайынын көрсеттім. Мынау бізде видео. Бұны мен алдын ала дайындап алдым. 1-ден 10-ға дейін жасағанмын. Мынаған басқан кезде қосылады. Мына бір рет бассақ тоқтаусыз кетеді. Бұлай. Осы кезде случайный не тоқтау керек та бізде. Рандомно ашылады да сонда. И сосын оқушылар осы бойынша ұяшықты таңдап сұрақтарға жауап береді. Енді мен логикалық сұрақтарды қойдым. Тек қана логикалық сұрақ емес, өзіңіздің пәніңіздің сұрағын қойсаңыз болады. Өйткені бұл интеллектуалды ойын, кез келген пәнге келеді. Сұрақтарыңызды жазасыздар, мына жерде барлығы өшеді, варианттарын жазасыздар. Енді мына жерде мен мысалы дұрыс жауап қайсысы екенін, қате жауаптан шатасып қалмауларыңыз үшін менде мынандай түрі бар мысалы. Міне. Дұрыс жауап деген жерге дұрыс жауабын жазасыздар. Міне, барлығы өшеді, оны да көрсетейін. Міне, өшеді, жазылады. Сұрақты жазыңыз дегенде бұл да өшеді, міне жазылады. Барлығы жазылады, өзгереді. Енді мына жерде уақытты мен жаңа айттым көрсетемін деп, оны көрсетейін. Анимация 10 секунд екен. Мына жерде тұр. Міне. 10 секунд бұл уақыт. Енді мынау видеоны айттым, мынау түсі өзгереді. Одан кейін бәрін біткеннен кейін аяқтау деген батырмаға басып шығады. Міне, мынаған бір рет бассаңыздар, осылай завершить етіп слайдты ашып береді. Ойынды аяқтайды. Енді ойында жалпы мына жерде общий музыка бар, жаңағы оны жоғарылатуға болады. Дауысын мен жаңа видео түсіру үшін төмендетіп қойдым. Одан кейін сұрақты көбейту үшін мына жерде мен тек қана 10-ға жасалғаннан кейін 10 сұраққа жасалады. Енді бұны дублировать етіп, болмаса дублировать жасайсыздар, қалған слайдтардың барлығын
мына жерден былай копировать етіп, вставить етіп 20 сұрақты қойып жасасаңыздар болады. Бірақ ол сонда екі неден тұратын болады. Екі кезеңнен тұратындай етіп сонда жасасаңыздар болады онда. Тағы да айтып кететін жайт мына жерде. Мынау бізде анимация, мынау бізде жаңа видео дедік. Мына смайлықтар өзі келеді, оларға тиісудің қажеті жоқ, барлығы анимациямен қойылған. Сұрақ жазылады. Болды, бұлайша айтатын басқа не жоқ. Түсінікті деп ойлаймын. Осы ойынды алыңыздар, сабақтарыңызда пайдаланыңыздар. Назарларыңызға рахмет.